Бүгінгі талқылайтын фильмнің аты Deep, яғни қазақшасы терең деп аударылады. 2021 жылы жарық көрген бұл туындының мағынасы қазіргі қоғамды сипаттайды. Deep 2021. Адам өз арманы үшін қаншалықты алысқа бара алады. Кейбір фильмдер көрерменді қорқыныш арқылы ойландырады. Кейбірі экшен немесе драма арқылы әсер қалдырады. Ал кейбір фильмдер біз күнделікті өмірде байқамай жүрген мәселелерді ерекше тәсілмен көрсетеді. Deep 2021 дәл осындай фильмдердің қатарына жатады. Бұл фильмді алғаш қарағанда ғылыми фантастикалық триллер сияқты көрінеді. Бірақ фильмнің негізгі мақсаты ғылыми тәжірибені көрсету емес. Оның басты идеясы қазіргі жастардың қоғамдағы қысымы, ақша мәселесі және адамның өз өмірін тәуекелге тігуге дейін баратын жағдайын көрсетеді. Фильм Таиландта түсірілгенімен, оның көтеретін мәселелері бүкіл әлемге ортақ. Бүгінде көптеген студенттер оқу ақысын төлеу үшін жұмыс істейді. Кейбірі армандарынан бас тартады, ал кейбірі кез келген тәуекелге дайын болады. Фильм осы мәселені өте ерекше идея арқылы көрсетеді. Ал кішігірім шолуға көшетін болсам, оқиға 4 студенттің өмірінен басталады. Әр студенттің өз мәселесі бар. Бірінің отбасы қарызға батқан, енді бірі оқуын жалғастыра алмайды. Ал енді бірі өзінің әлеуетін дамытқысы келеді. Барлығының арманы бар, бірақ оны жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ. Бірақ бір күні оларға өте ерекше ұсыныс жасалады. Deep деп аталатын тәжірибелік бағдарламаға қатысса, олар көп мөлшерде ақша алады екен. Бірақ бұл ақшаның оңай келмейтіні бірден байқалады. Жалпы бағдарламаның шарты өте қарапайым. Қатысушылардың миына арнайы құрылғы орнатылады. Бұл құрылғы студенттердің ұйқысын бақылайды. Егер олар белгіленген уақыттан ұзақ ұйықтап қалса, құрылғы өлімге әкелуі мүмкін. Осы сәттен бастап фильмнің ең маңызды бөлігі басталады. Алғашында көрермен бұл жай ғана ғылыми тәжірибе шығар деп ойлайды. Бірақ уақыт өте келе фильм басқа сұрақтарды қоя бастайды. Адам ақша үшін қаншалықты алысқа бара алады? Өмірді ақшаға айырбастауға бола ма? Деген секілді сұрақтарға фильм біртіндеп жауап береді. Сонымен қатар Deep фильміндегі ең қызық нәрсе жауыз кейіпкер жоқ. Бәріміз білеміз, көпшілік фильмдерде бір зұлым адам болады. Ал мұнда басты қарсылас адамның мәселесі. Күнделікті өмірде ақша жетіспейді, армандардың орындалуы қиын. Болашақ қорқынышты көрінеді. Осында қоғамда өмір сүріп жатқан адамдар кейде дұрыс емес шешім қабылдайды. Тағы бір маңызды ерекшелік ұйқы бағдарламасы. Қазіргі қоғамның кішкентай үлгісі секілді. Қазіргі таңда адамдар көп жұмыс істейді, аз ұйықтайды, үнемі белсенді болуға тырысады. Жұмыста, оқуда, тіпті әлеуметтік желіде адамдардан үнемі белсенді болуды талап етеді. Фильм осы жағдайларды әсірелеп көрсетеді. Жақсы, фильмде ұйықтау қауіпті. Бірақ шынайы өмірде адамдар өз еріктерімен түнгі ұйқыларын құрбан етіп жатыр. Сондықтан Deep ғылыми фантастика болғанымен, оның мағынасында қазіргі қоғамдағы өзекті мәселе тереңде жатыр. Фильмнің алғашқы жартысында көрермен керемет қызығушылыққа тап болады. Әр кейіпкер өз өмірін сақтап қалуға тырысады. Сол себепті ұйықтамаудың түрлі әдістерін қолданады. Бірақ адамның табиғатына қарсы шығу мүмкін емес. Студенттер неғұрлым ұзақ уақыт ұйықтамаса, соғұрлым психологиялық және физикалық жағдайларын нашарлай түседі. Осы жерден фильм адамның табиғатпен күресуін көрсетеді. Біз кейде өзімізді бәрінен күшті сезінеміз. Бірақ қарапайым ұйқының өзі өмір үшін қаншалықты маңызды екенін ұмытып кетеміз. Deep осы қарапайым ұйқыны үлкен философиялық идеяға айналдырады. Және фильмнің ең қызық тұсы ұйқы бағдарламасының өзі. Дәл осы бағдарлама секілді бүгінгі қоғамда адамдар үнемі бір жарыстың ішінде өмір сүріп жатқандай әсер қалдырады. Біреу жақсы жұмыс табуға тырысады, енді бірі оқуын үздік бітіруді қалайды. Ал кейбір адамдар әлеуметтік желіде танымал болуды көздейді. Бірақ осының бәрінің артында үлкен қысым жатыр. Адам өзін өзгелерден кем көрсетпеу үшін тынымсыз еңбек етеді. Солай ол денсаулығының маңызды екенін ұмытады. Ұйқы бағдарламасы осы мәселені өте әсерлі көрсетеді.
Шынайы өмірде көптеген адамдар дәл осы кейіпкерлер секілді өмір сүріп жатыр. Мысалы, қазіргі адамдар түнде бірнеше сағат ұйықтайды, түнге дейін жұмыс істейді, немесе бар күшін білімге жұмсап, денсаулығын бір сәтке ұмытып кетеді. Ал бұл табысқа жету керек деген ойдан туындайды. Фильм осы құбылысты шынайы жеткізеді. Егер шынайы өмірде түнде әдейі ұйықтамау адамның денсаулығын біртіндеп бұзса, Дип әлемінде бұл бірден өмірге қауіп төндіреді. Осылайша режиссер көрерменге адам табиғатына қарсы шығудың соңы жақсылыққа апармайды деген ойды жеткізеді. Тағы бір маңызды мәселе, ол 4 студенттің барлығы бұл бағдарламаға қызық үшін кірмейді. Олар ақшаға мұқтаж. Егер адам қаржылық қиындыққа тап болса, қаншалықты деңгейде тәуекелге баруға дайын? Өкінішке қарай, бұл тек фильмдегі жағдай емес. Шынайы өмірде кейбір адамдар ақша үшін денсаулығын, уақытын, тіпті өмірін қатерге тігетін жұмыстарды жасайды. Фильм осы өзекті мәселені фантастикалық көрініс ретінде көрсеткенімен, оның түпкі ойы өте шынайы. Бұл ұйқы бағдарламасының тағы бір ерекшелігі адамның психологиясын бұза бастайды. Ұйқы азайған сайын кейіпкерлердің мінезі өзгереді. Олар ашуланшақ болады, дұрыс ойлай алмайды, бір-біріне сенімсіздікпен қарайды. Бұл ұйқының адам миына қаншалықты маңызды екенін көрсететін тұстардың бірі. Сонымен қатар фильмде достық тақырыбы ерекше орын алады. Бастапқыда 4 студент бір-біріне көмектесуге дайын болады. Бірақ жағдайлары қиындаған сайын, олардың арасындағы сенім әлсірейді. Бұл да өмірдегі шындық. Адам қысымға түскен кезде оның шынайы мінезі көрінеді. Кейбіреулер басқаларды құтқаруға тырысады, ал басқалары ең алдымен өзін ойлайды. Осы арқылы фильм адамның жақсы не жаман болып туылмайтынын көрсетеді. Кейде жағдайдың өзі өзгертіп жібереді. Бұл фильм көрерменге дайын жауап бермейді. Әр адам өз өмірі туралы ойлану қажет. Менің күнделікті өмірім осы ұйқы бағдарламасына ұқсап кеткен жоқ па? Мен осы үздіксіз жұмыс істеп, денсаулығымды маңызсыз қалдырдым ба? Деген сұрақтарды әр көрермен өзіне қоюға тиісті. Алғашқы күндері бәрі бұл тапсырманы қарапайым сынақ деп қабылдайды. Олар аз ұйықтап, көп кофе ішіп, түрлі тәсілдер арқылы сергек жүруге тырысады. Тіпті бағдарламаны оңай аяқтаймыз деп, өздеріне тым сенімді болады. Бірақ уақыт өте келе, адам ағзасының шегі бар екені анық байқалады. Фильмде тағы бір маңызды өзгеріс бар. Бастапқыда кейіпкерлер ақша үшін күрессе, кейін олардың басты мақсаты тірі қалу болады. Бұл өзгеріс өте маңызды. Адам қауіпсіз жерде жүргенде ақша мен мансап бірінші орында тұрады. Бірақ адамның өміріне қауіп төнген сәтте барлық материалдық құндылықтардың маңызы жоғалады. Ең қымбат құндылық өмірдің өзі деген ойды жеткізеді. Сонымен қатар режиссер қазіргі қоғамдағы адам әрдайым өнімді болу керек деген түсінікті де сынайды. Бүгінде адамдарға демалу жалқаулық сияқты көрінеді. Егер адам демалып отырса, өзін кінәлі сезінеді. Ал фильм керісінше ойды айтады. Өнімді болған дұрыс, бірақ тым белсенді болып, өз денсаулығыңа көңіл бөле алмай қалсаң, бұл дұрыс емес деген түсінікті қалыптастырады. Ал фильмнің ең маңызды философиялық сұрағы мынада. Егер арманыңа жету үшін өз өміріңнен ең маңызды бөлігін құрбан етуге тура келсе, ол арманның құны бар ма? Фильм бізге жетістікке жетудің өзі жеткіліксіз екенін көрсетеді. Егер жетістікке жету жолында денсаулықтан, тыныштықтан және жақын адамдармен айырылып қалсақ, онда жеткен жетістіктің мәні көкке ұшады. Сондықтан фильмнің ең үлкен сабағы адам өз арманы мен өмірінің арасындағы тепе-теңдікті сақтай білу керек. Жалпы фильм туралы қорытынды жасасақ былай. Бұл фильм адамның өз өмірін бағалауы туралы шығарма. Фильм бойы кейіпкерлер көп нәрседен өтеді. Олар қорқынышты бастан кешіреді, бір-біріне сенімсіздік танытады, үміттерін жоғалтады. Бірақ сонымен бірге өздерінің шынайы құндылықтарында түсіне бастайды. Олар үшін бастапқыда ең маңыздысы ақша болғанымен, уақыт өте келе өмірдің, денсаулықтың және еркіндіктің бәріне қымбат екенін сезінеді. Менің ойымша фильмнің ең үлкен жетістігі ол көрерменде өз өміріне
сырттай қарауға мәжбүрлейді. Бізді кейде күнделікті күйбең тіршіліктің ішінде өмір сүріп жатқанымызды байқамаймыз. Таңертең жұмыс немесе оқу, солай толықтай оқу мен жұмысқа көңіл бөлу, ал өз өмірімізге көңіл бөлу енді қалыпты емес. Көп адамдар қазіргі таңда осындай өмірді қалыпты деп есептейді. Фильмнің соңындағы оқиғаларда осы идеяны күшейтеді. Бұл кейіпкерлер бағдарламадан аман шығуға тырысқанымен, олар бұрынғы адамдар болып қала алмайды. Өйткені үлкен сынақтан өткен әр адам өзгереді. Кейде ондай өзгеріс ауыр болады, бірақ дәл осы өзгеріс адамның өмірге деген көзқарасын өзгертеді. Менің ойымша, Дип 2021 соңғы жылдардағы ең бағаланбаған фильмдердің бірі. Ол үлкен қаржымен түсірілмеген, әлемге кеңінен танылмаған шығар. Бірақ фильмнің көтерген тақырыптары өте маңызды. Әсіресе жастар үшін бұл фильмнің айтар ойы көп. Өйткені қазіргі қоғам адамдарды үнемі жарысқа итермелейді. Егер бұл фильмді бір ғана сөйлеммен сипаттау керек болса, мен бұлай дер едім. Арманға жету маңызды, бірақ сол жолда өзіңді жоғалтып алмау одан да маңызды. Дәл осы сөйлем фильмнің негізгі мағынасын жеткізеді деп ойлаймын. Сондықтан Дип 2021 қазіргі қоғамның адамдарға қоятын талаптары, арманның күші, психологиялық қысым және өмірдің шынайы құндылығы туралы ойландыратын шығарма. Осындай фильмдер көрерменді тек қызықтырып қоймай, адамның өміріне басқа қырынан қарауға үйретеді. Ал бауырлар, фильмнің мағынасын толықтай ашып бердім деп ойлаймын. Арнаға жазыл лүпіл бас және пікір жазып кет.